базардан келдік. Мен алған көкөніс жеміс жидектердің бәрін жуайын деп жатырмын. Сосын не алғандарымызды көрсетемін. Короче, мектен тамақ жетімізді жеп алдық. Дальше үйге үйдегілерді кішкене қуантып, мынаның бәрін алып кету керек болады. Казаки, рахмет. Жесіңіздер болды. Осы жақтағы симпаларға беріп жатыр. Мынаны іші толы өзіміз салдық. Керек нәрселер, тәтті продукттың бәрі. Бұл ақшаны ойлап қалған адам екен де, ақшаны ойлап қалған адам екенсің. Ақшаны ойлап қалған адам екенсің. Ақшаны ойлап қалған адамсың. Өмірде сен ақшаны ойлап қалған адамсың. Өмірде ақшаны ойлап қалған адамсың. Сен конкретно айтқан кезде ақша. Ой, друзья, я такая молодец. Все абсолютно отсняла. Теперь иду встретиться с одним человеком. С пакетами так неудобно. Но хочу себя похвалить. На сегодняшний день абсолютно все успела. Ой, друзья, знаете, как хорошо, когда ты на каких-то посиделках, тусовках встречаешь настоящих, прям искренних людей, а после это все перерастает в какие-то определенные проекты, в общее дело, работу, идеи, свершения. Это дорогого стоит. Мы уже со скольки? С 4 часов сидим, тут мозгуем все. Надеюсь, наша работа даст свои плоды. Қалайсыздар, негізі мен өзім нумерология дегенге особо қатты сене бермеймін, бірақ осы уақытқа дейін бір-ақ кісіні салып жүрмін ғой. Және де өзімнің санымды есептеткен екен, көп нәрсе орнына түсті, және де көп адам түсінбей жатады. Нумерология деген ол негізі мүлдем балашу емес, ол сіздің мінезіңізді және де энергияңызды түсіну. Например, сіз не үшін келіп жатсыз, қаржы жағынан қиналып жатсыз ба, және де отбасыңызбен, ата-анаңызбен, бауырларыңызбен, сүйген жігітіңізбен, күйеуіңізбен, әйеліңізбен андай түсініспеушілік ортада көп болып жатса, өз орныңызды таппай жатсаңыз, жұмысыңыздан барлығы орнықпай жатса, оның барлығы кейде сандардың да кесірінен болуы мүмкін.